Сәлем достар, бұл Жуса Инвесттің 3-ші подкасты. Менің есімім Мейірхан, мен Жуса Инвест компаниясының маркетинг бөлімінің қызметкерімін. Бүгінгі біз талқылайтын тақырыбымыз бұл Қазақстандағы IPO мәселесі. IPO-ға шығудың ең басты себептерінің бірі оған қаражат керек болды. Қаражат не үшін керек? Акция алған кезде сіз өзіңіз сол компанияның өзінен аласыз. Сондықтан IPO-ға қатысқан дұрыс. Компанияның жұмысы алғары жылжыса, оның акциясы да жылжиды деген, яғни бұл деген сөзіміз компанияның жұмысын үнемі акциясы ие болғаннан кейін үнемі бақылап отырған дұрыс дейсіз ғой. Яғни компанияның жұмысы алға жылжып жатса, демек сіздің де шотыңыздағы, сіздің портфеліңіздегі акциялар да алға қарай өсе береді деген сөз. Сәлем достар, бұл Жуса Инвесттің 3-ші подкасты. Менің есімім Мейірхан, мен Жуса Инвест компаниясының маркетинг бөлімінің қызметкерімін. Бүгін бізде қонақта клиенттермен жұмыс істеу департаментінің өкілдері Алмас мырза және Меруерт ханым. Сіздерді бүгін подкастқа келгендеріңізге өте қуаныштымын. Бүгінгі сізде қуаныштысыз деп ойлаймын. Бүгінгі біз талқылайтын тақырыбымыз бұл Қазақстандағы IPO мәселесі. Яғни жақында ғана естіген шығарсыздар, біздің еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандық ұлттық компанияларды IPO-ға шығару туралы ұсыныс жасады. Былтыр жасаған негізі. Биыл өткенде ғана осыдан бір шамамен 10 шақты күн бұрын Астанада өткен қаржы күніне байланысты сол жерде жақында, яғни күзге қарай Қазмұнайгаздың IPO-ға шығатыны белгілі болды. Сол үшін бүгін сіздерді осында шақырып, жинап, бүгінгі Қазақстандағы IPO тақырыбын талқыласақ деп едім. Қалай қарайсыздар? Енді келіп тұрғаныңызға қарағанда көніп тұрған сияқтысыздар осы тақырыпты талқылауға. Жақсы. Онда бүгінгі тақырыбымызды алдымен біз көрермендерімізге есіне салып өтейік. Бізде осыған дейін 2 подкаст шықты. Біріншісі ол жалпы Жусан Инвест компаниясымен таныстырдық. Екіншісінде біздің бірінші маусым күні, кешірім сұраймын. Маусым күні бірінші халықаралық балалар күнінде Жусан Junior деген керемет қосымшаны іске қостық. Ол қосымшада жас балалар, 10 және 17 жас аралығындағы балалар инвестиция жасай алады енді. Сол видеоларды қарап тамашаласаңыздар болады. Ал енді 3-ші подкастымызды бастайық. Алдымен сұрақ сіздерге, екеуіңізге енді бөліп жарып қойып отпаймын. Бірден қайсыңыз жауап беремін. Қыздың жолы жіңішке деп, может, сізден бастаймыз. IPO тарихы туралы айтып өтсеңіз біздің көрермендерімізге. IPO тарихы қайдан басталды? Ол не деген мағына береді? Жалпы осы туралы сіз бастасаңыз, Алмас мырза қостап жіберсе сосын, кеттік. IPO ол компанияның беделін, өзінің құнды қағаздарын биржаға шығару арқылы және өзінің капиталын, беделін, жалпы статусын көтеру мақсатында негізі компаниялар өздерінің акциясын биржаға шығарады. Бұл процесті IPO деп атайды. Негізінде IPO жайлы өте көп малымат және ең бастысы ол бізде көрсетілген ақпараттар бойынша 13 ғасырда пайда болған, 1288 жылдары Рим Республикасы кезінде. Ол кезде акцияларды көбінесе мемлекет және сауда-саттық жасайтын, яғни адамдар көбінесе шығаратын болған, өздерінің капиталдарын арттыру және басқа қалаларда өздерінің точкаларын ашу мақсатында. Одан кейін бізде ең алғашқы официально, яғни ресми түрде өз IPO-ға қатысқан компанияның бірі ол шведтік мыс өндіруші компания болған. Яғни IPO тарихы сонау орта ғасырдан басталған. Ал сіз не айтасыз, Алмас мырза, бұған? Негізі Меруертпен толықтай келісем, өзінің етегін сонау Рим кезеңдерінен бастап жайған болатын IPO, ол кезден бастап. Және де қазіргі кезеңге оралатын болсақ, енді қазіргі IPO бойынша ең көп компаниялар IPO жасау бойынша ең көп компания ол ақш мемлекеттерінде танылған болатын. Ол жерде шамамен 400-ден астам компаниялар IPO-ға шыққан болатын. Бірақ тек қана ақшта емес, енді уақыт өте келе өздеріңіз білесіздер, нарық бір орында тұрмайды. Кез келген мемлекеттің ішіндегі компаниялар, ауқымды, ауқатты компаниялар, үлкен, олар өздерін IPO-ға шығарғысы келеді. Меруерт айтпақтай, IPO деген компанияларға өзінің ең бірінші позитивті жақтарымен жақсы. Қандай? IPO-ның барысында ең бастапқы талап ол мемлекеттерге, компанияларға
қаржы тарту. Яғни компаниялар IPO-ға не үшін шығады? Біріншіден өзінің компаниясына қосымша қаржы тарту, екіншіден жаңағы өзінің беделін арттыру, үшіншіден жаңағы пиар дейді ғой былай қарағанда. IPO-ға шығу арқылы ол биржаға шығады, биржаға кез келген компания шыға алмайды, сол себепті танымал болады. Вот кез келген компания шыға алмайды дедіңіз да, сол қандай компаниялар шығады? Мысалы компания белгілі бір деңгейге жету керек, ол қандай деңгей, ол қандай компаниялар IPO-ға шығуға жаңағы өтінім бере алады? Негізі ондай компаниялар мысалы қазір үлкен компанияларға ғана шығады десек болады, өйткені IPO-ға шығар алдында компаниялар көптеген жаңағы кезеңдерден десек болады, тексерістерден десек те болады, өтеді. Яғни барлық компанияны жібермейді IPO-ға, кейде IPO шығарған компания жарты жолда линкетіне қайтып кетуі мүмкін емес. Жоқ, компания IPO-ға шығар алдында ол бірінші өзі шығам деп шыға салмайды. Біріншіден инвестициялық банк немесе инвестициялық компанияларға олар барады да, нетеді, ұсыныс жасайды. Олар өз тарапынан тексереді, мысалы олардың да өзінің жаңағы өте жаңағы үлкен талаптары бар десек болады. Талаптары бір күндік жұмыс емес дейсіз? Бір күндік жұмыс емес, бір айлықты жұмыс емес деп айтсам да болады. Тек қана уақыт кезеңін ғана қажет етпей өте үлкен жаңағы қаражат керек оған. Егер де компания соған жаңағы дайын болса, жалпы IPO-ға шығып қазір осы әлемде танымал брендтер Apple, Uber, Saudi Aramco сияқты үлкен ірі компаниялардың IPO-ға шыққаны белгілі. Олар IPO-ға шыққаннан кейін оларға оң позитивті әсер етті ме осы IPO, немесе IPO оларға кері әсер етті ме? Қалай ойлайсыз? Енді қазіргі таңда олардың котировкасын көретін болсақ, оң әсер. Яғни IPO компанияның IPO-ға шыққаны ол үшін барынша жақсы дейсіз ғой? Иә. Мысалы, Apple компаниясын алатын болсақ, шамамен 1980 жылы шыққан болатын. Ең алғашында олар 4,6 миллион қағазды шығарды. Бастапқы бағасы $22 болды. Қазір қарасақ 80 жылы $22 басталды, иә. Одан кейін 2018 либо 19 жылдары қағаздың жалпы саны шамамен 5 триллион болды. Ол кезде $222 сатылған болатын. Ал қазіргі мысалы 2022 жылы дәл осы уақытта Apple компанияларының акциясының жалпы саны 16 миллиард және $151 сатылып жатыр. Егер 80 жылдарда мысалы Алмас мырза барып Apple компаниясының несіне IPO-сына қатысқанда, қазір оның $22 қанша доллар болады? $151. Бір акциясы. Ол тек қана құнды қағаздың өсуінен алған табысы болады. Одан бөлек ол компания дивидендтер төлеген болатын. Осы дивидендтер бар. Керемет түсіндіріп бердіңіздер деп ойлаймын. Біздің көрермендер де IPO туралы кішігірім болса да хабардар болып қалды деп ойлаймын. Енді келесі сұраққа көшсем, IPO компаниялар үшін қаншалықты маңызды дейді. Жаңа Меруерт ханым бастық, енді Алмас мырза өзіңіз бастасаң осы сұрақтың жауабын. Негізі жаңада айтып өткендей, компаниялар IPO-ға қатысқан кезде олар біріншіден не үшін қатысады? Мысалы бір компания, бір ауқымды компания IPO-ға шығады. IPO-ға шығуының ең басты себептерінің бірі оған қаражат керек болады. Қаражат не үшін керек? Ол мысалы өзінің жаңа ішінде болып жатқан үрдістер, мысалы соларды одан әрмен кеңейту үшін, үлкейту үшін жаңағы. Және де екіншіден де мысалы инфрақұрылымын да жақсарту үшін де олар IPO-ға шығу керек. Ол үшін оларға қаражат керек қой. Сол себепті ол қаражатты мысалы кез келген компания банктерден несие алмайды ғой. Сол себепті олар екінші жаңағы. Яғни IPO сөзіңіз аузыңызда, IPO-ға шығатын компания негізгі мақсаттарының бірі ол қосымша қаржы күшін, яғни қарапайым адамдардан, инвесторлардан ақша тарту. Яғни компания IPO-ға шықты, өзі қалаған сумманы тартты, сол ақшаны әрі қарай істейді ол. Мысалы, ол дамудың қандай жолдарына жұмсайды, немесе ол сол акцияларды тағы қосымша бағыттар ашама дамыту үшін? Енді әр компания мысалы өзінің жаңағы
өзінің компаниясын әрмен қарай дамып үлкею үшін ашуы мүмкін, инфрақұрылымның жаңағы жақсару үшін, үлкеюі, кеңею үшін ашуы мүмкін, әрқалай. Компанияның жаңағы қалай өзін шешеді, солай болады. Түсінікті. Енді біз компанияларға маңыз жағын түсініп алдық. Енді бұл IPO-ның IPO-ның екі жағы бар ғой, таяқтың екі ұшы бар деген сияқты IPO-ның да екі ұшы бар енді. Келесі жақ ол сатып алатын акционерлер жағында. Яғни акционерлер үшін тек сол IPO тек емес, сол IPO-дан алу, акцияны IPO-ға қатысу, яғни IPO арқылы акционер атану қаншалық тиімді, неге ол басқа уақытта емес, тек осы IPO кезінде акция алған дұрыс ол үшін. IPO кезінде акция алған кезде сіз өзіңіз сол компанияның өзінен аласыз. Компанияның өзінен аласыз. Сондықтан IPO-ға қатысқан дұрыс. Және де бұл жерде сіз сол арқылы біздің биржаның дамуына алып келесіз. Ликвидность болады біздің биржада. Және ол қолжетімді. Сіз онлайн түрде сатып ала аласыз IPO-ға қатысқан кез келген компанияның акциясын. Ең бастысы сізде брокерлік шотыңыз болу керек және қаражатыңыз болу керек брокерлік шотыңызда. Сосын тағы мындай мысал келтіруге бола ма? Жақында осы Қазмұнайгаз IPO-ға шығатын болса, мен сол Қазмұнайгаздың бір акциясын иеленсем, яғни сатып алсам, Қазмұнайгаз өндіретін Қазақстанның табиғи байлығына белгілі бір деңгейде менде ие ретінде, яғни сол байлықтың иесі ретінде соған өзім қолымды тигізген адам ретінде есептелем ба сонда? Бұл IPO-ның бізге беретін басты мүмкіндіктердің бірі деп айтуға болады ғой. Онда бекітіп алдық осы сұрақтың жауабын. Өте осы сұрақты жақсылап түсіндіріп, толығырақ білу мен үшін де қарапайым біздің осы көрермендер, қазақстандық кез келген осы IPO туралы, IPO қызығып жүрген кез келген адам үшін маңызды сұрақтардың бірі деп есептеп осында қосып қойған. Иә, негізінен кішкене тағы толықтырып өтсем бе деп отырмын, әріптесім Меруерттің жаңағы сіздердің сұрақтарыңызға жауапты. IPO-ға неге шыққан дұрыс? Біріншіден жаңа о баста Apple компаниясын мысалы келтіріп өтті ғой. 80-ші жылдар $22 IPO-ға кірген кездегі бағасы. Ал қазір ол $151. Сол себепті қазірде мысалы бізде енді болайын деп жатыр ғой бірнеше IPO-лар, яғни халықтық IPO, ол Қазмұнайгаз, Эйр Астана. Олардың да бағасы қазіргі таңда IPO-да белгілі бір баға болады ғой, енді бір белгіленген бағамен шығады олар. Соны сатып алып қою арқылы ол ертеңгі күні жаңағы вторичный рынокқа шыққан кезде екінші нарыққа ұсыныс туындайды. Ұсыныс және сұраныс туындайды. Кез келген неде қағаздарда ликвидность деп айтып кетті. Сол ұсыныс пен сұраныс туындаған кезде ол қағаздың ақшасы өседі. Яғни неғұрлым ұсыныс пен сұраныс туындап жатса, белгілі бір қағазы, оның сұранысы өседі. Және де ол дегеніміз оның бағасы өседі деген сөз. Сол себепті аз бағамен сатып алып IPO-да, оны арада бір апта, бір ай өткеннен кейін оны үлкен бағамен сатып ақша тауып алу. Тағы бір плюсы IPO кезінде арзанырақ алып қалуға болады деп тұрсыз ғой енді сіз акцияларды. Жақсы, түсінікті. Арзан нәрседен кім бас тартсын демекші. Онда келесі сұрағымыз, енді Қазақстан IPO тақырыбына жақындап кіріп жатырмыз енді. Қазақстандағы осыған дейін IPO болды, Қазақстанда жүзеге асты халықтық IPO-лар. Сол туралы не айтасыздар? Қандай компаниялар IPO-ға шықты, қай жылы болды? Негізі білмейтін онша хабар жоқ көрермендер үшін. 2011 жылда етек жайған не ғой бұл процесс өдіріс. 2011 жылы Нұр Отан партиясының съезінде сол кезде елбасымыз айтып кеткен болатын IPO-ға енгізіңіздер деп. Сол кезде басталып келе жатып бұл үрдіс тоқтап қалды. Бірақ соның өзінде 2-3 компания үлгеріп қалды IPO-ға қатысып. Оның ішінде ең ірі компанияларымыз біздің Қазақстанда қазірде бәріне танымал деп ойлаймын. Ол компаниялар Казатомпром, Кигок компаниясы және Казтрансойл. Осы 3 компания кезінде IPO-ға кіріп жаңағы неткен болатын. Бастап бергендер осылай дейсіз ғой. Ал енді Казатомпром сол IPO-дан кейін қаншалықты олар өзгерді? Жаңа сіз айттыңыз ғой, мысалы Apple $22 басталды, қазір $154 сатылып жатыр деп. Қазіргі жағдай қандай ол компаниялар? 10 жыл бұрын бастаған процесс өзін ақтады ма сол кездегі IPO-лар? Яғни халық ақшасын салып
белгілі бір деңгейде табыс тапты ма? Табыс, менің ойымша, осы IPO-ны алған кезде олар кез келген жағдайда табыс көреді, себебі бұл компаниялардың көбісі дивиденд төлейді. Қанша сенде акция бар, сол акцияның әрбіріне белгілі бір көлемде дивиденд төлейді. Ең алғашында Қазтрансойл өзінің қағаздарын IPO-ға қатысқан кезде 725 теңгеден шығарған болатын. Қазір бұл қағаздың бағасы, қателеспесем, 1000 теңгеден жоғары. Сол Кигок акциясы 2014 жылы 2014 жылы Кигок компаниясы, яғни IPO-ға шыққан кезде 505 теңгемен шыққан. Оны Касси сайтынан көрсе болады, ал қазір оның бағасы 3 еселенді, яғни 1600 теңге. Ал Қазатомпром туралы қазір интернеттен ашып қарай салайық. Қазатомпром акциясы қаншадан сатылып жатыр екен қазір? 26 евродан дейді, Google-да енді евромен шығарып тұр. Қазатомпром ол Астана биржасы және де Лондон биржасына, екі биржаға да шыққан болатын. Алғашқы екі компания екі биржаға ғана шықса, Касси биржасына, ал Қазатомпром шетел биржасына да шыққан болатын. Одан бөлек бізде Каспиде IPO-ға шықты жақын. Каспида бар. Біздің Кассиде бар, Қазақстан ішкі нарығында биржасында және де Лондон биржасында да бар. Яғни бізге осыған дейін шыққан компаниялар арасында Қазатомөнеркәсіп, Қазтрансойл және Кигок, осы үш компания ұлттық IPO жасады, халықтық IPO жасады. Одан бөлек бізде жеке компаниялардан Каспи, яғни бізде Қазақстан тарихында жалпы айтқанда 4 IPO жүзеге асты деп айта аламыз ба, нақты айтсақ болады. Енді биыл Құдай қалса күзге қарай енді Қазмұнайгаздың IPO-сы жоспарланып жатыр деп жатыр. Онда алдағы өтетін Қазмұнай компаниясы туралы кішігірім мәлімет беріп өтсек көрермендер үшін. Мен қазір сайтты ашып көрейін. Бізде Жусан Инвесттің сайтында IPO деген бөлім бар. Сол IPO-да, сол бөлімде алдағы уақытта өтетін IPO-лардың уақыты, жаңағы қандай компаниялар түседі, олардың бюджеті қандай, қанша қызметкер жұмыс істейді, соның барлығы көрсетілген. Сол жерден Қазмұнайгаз туралы ақпарат көріп жүрейін. Мұнда Қазмұнайгаз туралы көмірсутектерді барлау, өндіру, өңдеу және тасымалдау бойынша ұлттық оператор деп көрсетілген. Түсімі 5 триллион теңге дейді. Яғни Қазмұнайгаздың қазіргі бұл осы 2021 жылдың соңындағы нәтиже жағдай бойынша активтерінің саны 14 триллион теңге деп тұр. Және жеке капиталы 8,6 триллион дейді. Ал мұнай өндіру көлемі 21,8 миллион тонна. Яғни Қазақстандағы жалпы осы Евразия көлеміндегі ең ірі компаниялардың қатарына кіретін кәдімгі нағыз ұлттық компания деп атауға болады. Яғни осындай капиталмен, осындай активтермен күзге қарай бұйырса Қазмұнайгаз IPO-ға шығады. Енді біз айтып өткендей, осы IPO-ға қатысты бізде комменттерде өте көп сұрақтар келеді, осының алдында видеоларда. Яғни халықта IPO-ға деген белгілі бір деңгейде қызығушылық бар. Яғни сол халықтан келген сұрақтар бойынша мен сіздерге бір-екі сұрақ қойсам, сіздер клиенттермен жұмыс істеу департаментінің өкілі ретінде, яғни күнде сол клиенттермен қарым-қатынаста болатын адамдар ретінде осы сұрақтарға жауап берсеңіздер. Сұрақтарды Мейрут ханым сізден бастайын. IPO-ға қатысатын адамдарға қандай талап қойылады дейді. Яғни қандай талаптар бар? Мысалға кез келген адам, немесе қазір көшеде кетіп бара жатқан рандом серік деген кісі деп атайық, серікке қойылатын талаптар бар, IPO қызығатын. Сіз не деп жауап бересіз оған? Ең алдымен сізде брокерлік шот болу керек. Брокерлік шотты сіз Жусан мобильдік қосымшасынан аша аласыз. Одан кейін сол брокерлік шотты сізге толтыру қажет. Толтырғаннан кейін мобильді қосымша арқылы сіз IPO-да сатылып жатқан, яғни IPO-ға шыққан компаниялардың қағаздарын сатып аласыз. Яғни біздің Жусан қосымшасы арқылы Жусан қосымшасы арқылы сол IPO кезінде тапсырыс беруге болады, тапсырыс берсе болады. Яғни қатысуға тапсырыс берсе онлайн түрде
мүмкіндік онлайн деп қазір. қалдыңыз, демек оған қашықтан да қатысуға болады ғой, Иә. яғни белгілі бір жерге Ешқай жерге қағаз барудың қажеті құжаттар жоқ. такси жалдап барудың қажеті жоқ қой. Үйде отырып телефоныңызды ашып онлайн түрде тапсырыс. Ең бастысы Жусан Junior дей беремін, Жусан қосымшасы болу керек адамда. Иә, Жусан Жамеров ханым айтқандай қосымша болу керек, одан кейін онда брокерлік шот болу керек, белгілі бір соған қажетті сумма толтыру керек. Тегін бермейді оған, ақылы. Соны істеп алып белгілеп алдық. Енді Қазмұнайгазда дивиденд төлеу мәселесі ертең IPO шыққан компания бұл дивиденд төлей ме, әлде бұл белгісіз? Енді оның бәрі енді анықталатын болады ғой, қазір ондай ақпарат бере алмаймыз. Яғни IPO шыққаннан кейін дивиденд туралы ақпараттар сосын одан кейін болады ғой. Енді бізде бұл халықтық IPO болғаннан кейін Қазақстанның кез келген жерінен, тіпті басқа қашықтан деп қалды, демек жаңағы рандомды серік деп алып алдық қой, сол серік Түркияға ма басқа елге сол күз кезінде IPO кезінде сапарға кеткеннің өзінде де ол қатыса алады. Ешқандай қиындықтар тудырмайды. Ал енді IPO-дан сатып алған акциясы үшін салық төлей ме? Бізде осы көп келетін сұрақтардың бірі салық. Кассе биржасында сатылатын құнды қағаздардың ешқайсынан салық төлемейсіз. Салық төлемейді. Иә. Салық төлеудің қажеті жоқ. Демек, осы IPO-ға қатысқан Қазмұнайгаз осы касседе орналастырады өзінің несін, акцияларын орналастыратын болса, демек ол жақты сатып алған кезде осы IPO-дан түскен сатып алған акция үшін ешқандай салық төленбейді. Ал енді IPO қатысты бізде клиенттерде қазір осы әлі IPO енді тақырып қызық бастап отыр ғой. Тағы сұрақтар болса, кімге қайда барып хабарласа алады, кімнен біле алады деген сұрақтар. Сіздер клиенттермен жұмыс істейтін департаменттің өкілі ретінде не деп жауап бересіздер осыған? Яғни IPO қызыққан адам қайда хабарласу керек, қандай сайттардан оқу керек? Негізі енді IPO бойынша тағы да бір біз осы бүгінгі кеште біздің айтып отқан сұрақтарымызға жауап табылмай қалған жағдайда біздің компаниямызда сайт бар. Ол жерде біздің жаңағы тікелей контакт центріміздің номерлері орналасқан, WhatsApp чат, және де сайттың өзінің чаты бар. Сол жерден бізге тікелей телефон шалу арқылы немесе жазу арқылы кез келген клиенттердің кез келген жауаптарына біздің департамент жауап беруге дайын. Демек, клиенттерге тағы да басқа қосымша сұрақтары болса, онда сіздермен хабарласып, сіздерден өзіне қызықтырған сұрақтарды сіздер арқылы біле алады. Енді бізде IPO-ға қатысты Қазақстанда біз жаңа атап өттік, 4 шақты компания шықты дедік IPO-ға. Енді жақында Қазмұнайгаз шығады. Одан кейін қандай компаниялар бар осы IPO-ға тағы шығады? Одан басқа тағы Air Астананы атап өтсек болады. Air Астана болжам бойынша 2023 жылы шығады. Яғни Қазмұнайгаздан кейін кезек Air Астанаға келіп тұр. Яғни өзінің жаңағы акцияларын тек алдағы уақытта тек портфельді әртараптандыру деген бар, сол сияқты тек Қазмұнайгаздан бөлек алдағы уақытта портфеліне мұнай секторынан бөлек, яғни басқа жаңағы сектордың қағазын алып көп тараптандыру жасап алса болады. Жақсы, түсінікті. Енді сіздерге тағы бір бізде клиенттерден келген сұрақтар ретінде қоятын болсам, клиенттерден тағы да сұрақ келіп тұр. Мен IPO-ға салған ақшам, мысалға мен IPO 5.000 теңгені сатылды тек Қазмұнайгаздың бір акциясы. Белгісіз, бірақ енді біз мысал келтіріп тұрмыз. Сол акцияның бағасы өсуі мүмкін деп үміттенемін дейді. Бірақ түсіп кетсе не істеймін дейді сол бағасы. Сол бойынша не деп жауап беретін едіңіздер? Енді жалпы айтқанда IPO-дан кейін белгілі бір баға белгіленеді. Белгілі бір жаңағы әлемдік немесе ішкі экономикалық жағдайларға байланысты ол бағаның акциясы төмендеп кеткен жағдайда, мысалы бағаның төмендеуі не өсуі ол неге байланысты? Ол біріншіден компанияның жаңағы ішкі жұмысына байланысты да. Сол себепті егер де ол қағаз түсіп кеткен өзінде, ол мысалы уайымдамай қойса болады, ол міндетті түрде мысалы
бір немесе 2 айдан кейін ол қайта өз қалпына келуі мүмкін. Өйткені біздің рынок қазіргі таңда білесіздер, ол волатильный. Бір өседі, бір төмендейді, ешқандай жаңағы не жоқ. Уайымдайтын себеп жоқ. Бізде осы IPO-дан бөлек бізде жаңағы келетін сұрақтар көп қой. Солардың арасында клиенттер былай сұрақ қойып жатыр да, қандай кеңестер бересіз деп, яғни қандай қазіргі осы уақытта қандай кеңестер бересіздер, қандай акцияларға қызыққаныңыз дұрыс, қандай акциялар алғаныңыз дұрыс, соған қатысты осы жаңа рынок, нарық өзгеріп тұрады деп тұрсыз ғой. Сол қазір сол нарықтың өзгерістеріне байланысты клиенттерге акция сатып алудан бұрын қандай әрекеттер жасау керек екенін, компанияны қалай тексеруге қатысты қандай кеңестер бересіздер? Ең бірінші, сіз сатып алайын деп жатқан компанияның жалпы экономикалық жағын тексеру керек, яғни табыс, табыстарын тексеру керек, және қандай бағытта жұмыс жасайтынын қарау қажет болады. Яғни сізге толықтай айтқанда, бұл компанияның қаржы есебін қарап шығу керек. Және компанияның статусына да байланысты болады. Осы, яғни белгілі бір компания қызыққан кезде, соның акциясын бірден осы компания маған аты ұнады немесе логотипі ұнап қалды деп емес, алдымен осындай бір тексерістерден тексеріп өткізу керек деп ойлайсыз ғой. Жақсы, онда ол тексерістерде өте жаңағы қиын емес деп айтсақ болады. Тексеру кассе биржасына кірсек, кез келген акцияны тауып алып, өзінің жаңағы жоғары жағында поисковигі бар ғой, сол жерге жазып, қағаздың жаңағы өзінің нелері болады, характеристикасы. Сол жерден көрсе болады. Енді алдағы өтетін Қазмұнайгаз компаниясы туралы мысалға енді анық болу, Қазмұнайгаздың биыл IPO-ға шығатыны. Ол туралы сол жаңа біз келтірген мәліметтер, капиталы, активі, жасайтын өнімі, қанша адам жұмыс істейді, сол туралы акция сатып алудан бұрын сол туралы біліп алған дұрыс дейсіз ғой. Онда біз клиенттерімізге, осы видеоны көріп тұрған басқа да көрермендерімізге осы біздің бүгінгі келген қонақтардың берген кеңестерін ескереді деп үміттенемін. Кез келген тек қана Қазмұнайгаздың емес, сонымен қатар басқа да акциялар сатып алатын кезде. Және бүгінгі тақырыбымызда біз талқылаған мәселелеріміз Қазақстандағы жалпы IPO-ның тарихы, ол қашан пайда болды, қандай компаниялар бар, мысалға біз жаңа Apple-ды мысал ретінде келтірдік. Яғни $22 бастап қазіргі уақытта $154 сатылып жатыр деп. Яғни IPO-дан төмен бағамен басталған акциялар әрі қарай компанияның жұмысы алғары жылжыса, оның акциясы да жылжиды деген. Яғни бұл деген сөзіміз жаңа компанияның жұмысын үнемі акциясы ие болғаннан кейін үнемі бақылап отырған дұрыс дейсіз ғой. Яғни компанияның жұмысы алға жылжып жатса, демек сіздің де шотыңыздағы, сіздің портфеліңіздегі акциялар да алға қарай өсе береді деген сөз. Жақсы. Одан кейін біз Қазақстандағы осыған дейін шыққан IPO-лар талқыладық. Бұған Қазатомөнеркәсіп, Кегок, Қазтрансойл сияқты компания, Каспий сияқты компаниялар осыған дейін IPO жасады. Ендігі кезек Қазмұнайгаз бен Эйр Астанаға келіп тұр. Және одан бөлек біз бүгін талқылаған тақырыптарымыз арасында қандай адамдар IPO-ға қатыса алады талаптарын білдік. Яғни кез келген адам Қазақстан халқына байланысты қойылатын талаптарды атап өттік. Қай жерден қатысуға болатынын оны да атап өттік. Яғни кез келген жерден ең бастысы шот болса, қосымша болса, және одан кейін қаражат және интернетіңіз болса. Интернетіңіз болмаса қатысуда кішкене қиындау болып қалады. Бүгінгі тақырыптымыз осымен біз бәрін қорытындылап шықтық деп ойлаймын. Бізде көрермендерге осы видеоның астында біз Google форма дайындадық. Сол формаға, яғни IPO-ға қатысты өзіңіз қызықтырған кез келген сұрақты қойсаңыз, сол Google формада астында төменде сілтемеде орналасқан. Сол Google формаға сұрақтарыңызды қойыңыздар. Біз сол сұрақтар бойынша IPO-ға қатысты арнайы сіздің сұрағыңызға қатысты видео жасаймыз. Сол форманы ұмытпаңыздар, астында осы видеоның астында орналасқан. Және біздің Жусан қосымшасын көшіріңіздер. Оны көшіргеннен кейін Жусан инвест бөлімінен шот ашыңыздар. Өзіңізге ұнаған компаниялар акция сатып алыңыздар дейміз. Және алдағы келе жатқан ұлттық халықтық IPO-ға қатысуға өтінім беріңіздер. Одан ешқандай салық төлемейтініңізді тағы да ескереміз бонус ретінде. Және ең басты, кез келген YouTube видеоның айтатыны лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, сіздер таратыңыздар достарыңыз. Кез келген осы видеоны IPO-ға қызыққан кез келген адамға жіберсеңіздер, барлық сұрақтарына жауап беруге тырысық деп ойлаймын. Егер жауап бере алмаған болсақ, комментке сұрақ қойыңыздар, біз ол жерге де жауап береміз.
көп көп рахмет келгендеріңізге. Бүгін қызық болды деп ойлаймын тақырып. Жақсы, рахмет. Осымен тәмам. Жақсы, сау болыңыздар.